Ассалаумағалейкум достар, қалдырыңыз қалай? Бүгінгі күндеріңіз баршаңызға сәтті мәнді қызықты өтсін. Достар, мен сіздерге пайдасы тиіп қалатындай видео түсіруден шаршамайын. Сіздер лайкабайт етіп, кайфабайт етіп, сұрақ қоюдан шаршамаңыз. Достар, маған қойылып жатқан сұрақтардың ішінде жауап берейін біреуіне. Маған айтады, Mazda автокөлігі зарядка бермей жатыр, түрін жасап жатырық дейді. Достар, мынандай көп болады Mazda'да. Мынау Mazda'ның шкибі. Көрдіңіздер ме? Сырты айналып кетеді. Бірақ бұл моторда білінбейді, оталып тұрған кезде бәрі бірдей айналып тұрғандай болады. Бірақ осы шкипті тексеріңіздер, достар. Білесіздер ме? Міне, мынау іші айналып жатқасын, сыртында генератордың ремені болады, дұрыс зарядка бермейді. Достар, сізге тимесе пайдасы басқа біреуге тиер. Сіздің бауырыңыз бар, сіздің достарыңыз бар, сіздің ағайын туыстарыңыз бар. Сондықтан, достар, осы видеоны таратуға жәрдемдесіңіздер. Лайкабайт етіп, кайфабайт етіп, сұрақтарыңызды қоя беріңіздер барынша. Достар, давайте. Қазақты қазақ қолдамағанда кім қолдайды? Достар, егер Ақтау қаласында болсаңыздар, міне менде генератор стартер бөлшектерін сатамын. Хабарласыңыздар. Және жөндеймін. Есімім Жұлдызбек, Ақтау қаласы. 775-881-1116 телефон нөмірім. WhatsApp-та бар. Керек затты WhatsApp-қа жіберіңіздер. Қанша тұрады? Айтамын. Сіздер тыңдаңыздар. Әрдайым көліктерің сіздерді далада қалдырмасын. Ағайын туыс бауырлар, мұсылман бауырларым, аман болыңыздар.